Сүйел денсаулыққа қауіп төндірмегенімен адамның сыртқы көрінісін бұзады, әрі кең тараған косметикалық кемшілік саналады. Ол көбіне саусаққа қолға шыққыш келеді. Сүйел қалай пайда болады? Оны кетіру жолдары қандай? Бүгін сіздерге жауап беретін боламыз. Сүйел неден пайда болады? Сүйел папиллома вирусын жұқтырған жағдайда шығады. Ресми мәліметтер бойынша ол вирус 50% адамның ағзасында кездеседі. Оны ұсақ микробтар тудырады. Бірақ олардың өсіп жетілуіне жүйке жүйесінің әсері де бар. Сүйел жұқпалы. Олардың тез таралуына жарақаттар да ықпал етеді. Ал оған қарсы дәріні әлі ешкім ойлап тапқан жоқ. Ақауды жөндегенмен вирус адамның ағзасында қалып қояды. Сондықтан сүйел кез келген уақытта қайта шығуы мүмкін. Сүйелді қалай кетіреді? Оны кетірудің жолдары көп. Кез келген емді үздіксіз жасап отырсаңыз, сүйелді бірте-бірте жоюға болады. Сарымсақты ұсақтап турап, 24 сағат сүйелге басып қою қажет. Кейін бір матамен таңып қойғаныңыз дұрыс. Сондай-ақ шикі картоп пен алманы басқанда сүйелді кетіруге көмектеседі. Нәтижесінде сүйел бірте-бірте кішірейіп қараяды да түсіп қалады. Сүйелге жаңа піскен қышқыл алманың шырынын да жағуға болады. Олар 10 күннен кейін кетіп қалады. Сүйелге күніне 2-3 рет пияздың шырынын жағуға болады. Сірке суында пиязды қабығымен қайнатып, алынған тұнбаны сүйелге жағып жүру қажет. Сүйелді айға көрсету, қызғандыру. Сүйелдеріңізді картоп крахмалымен үйкелеп, ай жаңадан туған кезде оған көрсетіп, менде сүйел бар, сенде жоқ деңіз. Артынша әлгі картопты жерге көміп тастаңыз. Картоп шіріген кезде сүйел де жойылып кетеді. Сүйелге қарсы түрлі ырымдар да бар. Түрлі түсті жіптерді денеде қанша сүйел болса, сонша рет түйіндеп адам аяғы баспайтын жерге тастау. Денедегі сүйел санымен бірдей етіп шикі күрішті санап алыңыз. Сосын оны сүйелдерім кетсін деген тілек айтып, күлге араластырасыз. Күлді аулақтау жерге апарып төгесіз. Бір айдан кейін денеңіздегі сүйелдер кетеді. Сүйелді кетіруге лимон және сірке қышқылы да көп көмектеседі. Алма сірке суы сүйелдің бетін жұмсартып, оның жойылуына көмектеседі. Лимон қабығын сірке суына батырып, бірнеше сағат ұстау керек. Қабықты сүйелдің үстіне қойып, бір түн бойы байлап қою қажет. Бұл әдіс сүйелді құрғатып, оның түсуіне ықпал етеді. Мақтаны сірке суына малып, сүйелдің үстіне қойып, таңғышпен орап қою қажет. Бұл процедураны күніне 1 рет ұйықтар алдында жасау қажет. Банан қабығы. Банан қабығының ішкі жағын сүйелге қоюға болады. Банан құрамындағы ферменттер теріні жұмсартады және вирусқа қарсы әсер етеді. Процедураны күнделікті қайталау керек. Сүйелдің алдын алу жолдары. Гигиена ережелерін сақтаңыз. Қолыңызды сабынмен жиі жуыңыз. Ыстық күндері бактериялар белсенді таралады. Сондықтан күнделікті шомылып отырған дұрыс. Денеңізде жара пайда болса, антисептикпен емдеп, үстіне пластыр жабыстырыңыз. Бассейн, душ, жаттығу залы және саунаға барған кезде аяқ киіміңізді шешпеңіз. Сүлгі және жеке гигиена заттарын өзіңізбен бірге ала жүріңіз. Және дұрыс тамақтанып, дәрумендерді қабылдап, спортпен айналысып, иммунитетті нығайтуды ұмытпаңыз. Видеомыз пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.